кандай? Бұл қошқар мүйіз оюы балам. Бұны қазақта байлық пен беделдіктің нысаны ретінде көрген. Сен де шебер болсаң, қолыңнан бақыт тамады. Бара ғой балам, әкеңе көмектес. Мен сендерге қазір дәмдетіп көше жасап апарам. Құстарға ұя жасап жатырмын. Құстар тоңбау үшін. Әке, еңбек адамның көркі дейді ғой. Иә, ұлым. Осы жасаған ұямыз құстарға пана бола ма? Иә, ұлым. Табиғатты аялау әрбір азаматтың борышы. Біз тек ағаш шонған жоқпыз. Игіліктің іргетасын қаладық. Балам, жаңа жасаған ұямызды кел бояйық. Біздің балабақшада торғай өлең жаттатты қызды. Ал айтағы соны. Кішкентай торғай ән салады болай. Албалалар келіңдер, қызықты көріңдер. Қорғамасақ болмайды, шиқ-шиқ еткен торғайды. Жарайсың балам. Кел балам, жаңа жасаған ұямызды биік жерге ілейік. Сіздің ақылыңыз үшін мен үшін үлкен мектеп. Мен де өзгесі, мен де сіз сияқты еңбекқор болғым келеді. Жарайды балам. Анашым, құстарға жасаған үйімізді биік жерге іліп қойдық. Алақай. Жарайсың балам. Табиғатты аялау бәріміздің міндетіміз. Еңбектің наны тәтті, келіңдер, тәтті көжеден ауызсыныңдар.